Hey бәріне сәлем достар, сен бүгін мен Батыржан. Және де достар, бүгін қонақта менің досым амандасып қой. Бәріне сәлем достар. Ал достар, маған досым сыйлыққа бір нәрсе подарок етті, оны сіздерге көрсетемін. Міне, кроваттар мен шалкерді маған подарокқа берді. Енді оның ішінде не бар, қазір көре жататын боламыз. Ал ендеше кеттік. Батыржан маған мама айтты типа, что біз қазір қонаққа барамыз. Сол қонаққа сені де алып кетейік дегенбіз. Мен сосын келістім. Сен өзің шалкерлерді аша бер. Жарайды, досым уже шығып кетті. Ал достар, енді біз шалкерлерді ашатын боламыз. Ең бірінші қызылдан бастаймыз. Мыналарды қалай дайындаған? Так, бүкіл затты алып шығайық. Так, алып болдық. Ал енді бұларды міне осы шақтаға қоятын боламыз. Осындай красный бетон, бұл қызылға жатады. Сосын глазурный терракта дейді, осындай берді. Нормально. Шерсть. Сосын су, пузырек воды дейді. Сосын пластинка. Бұларды біз қазір басқа жаққа лақтырамыз. Және де стекло қызыл. Краситель, бұны да лақтыра саламыз. Керек емес. Және де мынандай туман, бір нәрсе, сондай. Сосын бізде мынандай қызыл раушандар, әдемі 10 штук. Ал енді бізге керек емес заттардың бәрін лақтырып тастаймыз. Так, примерно осы жерлерге лақтырып тастайық. Так, күтетіңнен лақтырып тастайық. Все болды. Ал енді біз қазір оранжевый шалкерді ашатын боламыз. Бұда да то же самое, только оранжевый түстер. Так, оранжевый шерсть. Содан кейін оранжевый блок. Терракт дейма, сондай бір нәрсе. Бұнда көкте бар. Оранжевый бар, сондықтан жатады деген ойдамын. Так, ал енді бізде бетон. Әдемі оранжевый бетон. Ал енді бізде стекло. Әдемі стекло. Сосын бізде мына знамя дейма, сондай бір нәрсе екен мұнаның аты. Сосын осындай 10 штук раушан гүл оранжевый түстес. Ал сосын мынандай бір краситель. Бұл краситель бізге керек емес, сондықтан лақтырып тастаймыз. Ал енді біз неге көшеміз? Кешір. Так, достар, мен уже алып бастадым. Бүкіл нәрсені алдым. Енді мұнда золотая яблоко, золотая морковь бар, сосын желтая шерсть. Так, желтая шерсть негізі бізде өте әдемі көрінеді. Мынандай терракт, сары. Және де сары стеклолар. Және сары бетондар. Әдемі әр түсте, әр не. Сосын мынандай пластинка, және де бізде мынау краситель атыма түспей ғой, есіме түспей ғой. Так. Бәрі керек емес атты лақтырып тастаймыз. Так, ал енді бізде келесі қызық түс, бұл жасыл. Мұнда тоже пластинка бар, краситель, және де ағаш бар екен. Ағаштарды ек көрейік. Осы видео біткенше дейін ол өсе ма. Так, ал енді мұнда жасыл стекло. Сосын мынандай терракт. Және де жасыл бетон. Әдемі көрініпті. Зеля прыгучесі. Секірема өзі. Секіру қосады екен. Секіру қосады.
Достар, мынау точно зеленый пригучий. Сосын мен тексеріп, енді мұнда жасыл шерстерді қойдым. Ал енді ағаштарды егем. Так, бір ағашты мұнда, екіншісін мұнда, үшіншісін мұнда, төртіншісін мұнда, и бесіншісін мұнда еге салайық. Сосын мұнда краситель ол керек емес. Маған лично ол керек емес. Сондықтан бұларды лақтырып тастаймыз. О, жақын қалдық, ата аналар маған алынып қалушы еді. Ал енді келесі бізде уже екінші қатардағы көк. Так, пластинка бұнда. Және де знамя, терак, гүл. Ал енді осы заттарды алып қоятын боламыз. Көк бізде стекло, знамя, және де бізде жасыл, көк шерсть, және де көк бетон, көк теракт. Мынау мұзда енді секіруге болады дегендей. Осындайларда маған осындай неме лётпен паркурлар ұнайды. Бірақ оларды өту әлдеқайда қиын кәдімгі паркурдан. Бірақ все же ұнайды. Сосын мынандай гүлдер көк түстес. Ал енді керек емес красительдер. Бұларды да лақтырып тастаймыз. Все. Достар, бұл видео енді менің осы уақытқа шейін түсірген видеоларым ең ұзағы болады деген ойдамын. Себебі бұл видео уже бізде 7 минут болды. Так, енді синийді аламыз. Қара көк дейді ғой қазақша. Так, қара көк. Бұларды мына жерден бастап қойық. Так, все. Все. Бізде супер атырай супер пригучис бітет. Все бітті. Мынау да сондай сияқты кен. Әдемі не істейді. Тез жүрінеді. Және де знамя әдемі көрініп тұр. Және де синий бізде стекло. Және мынау синий емес қой, чоза. Стек ауыз кеткен ес. Сосын мынандай теракт. И және де шерсть. Сосын бізде мынандай көк бір нәрсе бар екен. Мынау да түсін өзгеріп кеткен ес. Так, достар, мен погоданы өзгерттім. Мұнда мен бағана еккен ағашым өскетті. Қалғандары неғып өспей жатыр. Мыналарды кішкене бір алыстау жерге екпесем, ата болмайтын сияқты болды. Енді келесі бізде достар фиолетовый. Қазынаны лақтырып тастайық. Ал енді фиолетовыйға кірісетін боламыз. Енді осыдан кейін соңғысы қалды. Мұнда да әдемі заттар. Знамя, как обычно. Бүгінгі біздің рубрика енді радуган қазақшасы қалайды. Кемпір қосақ болды ғой, кәтші. Бұны ойлауға шейін мен досым қалай миы жеткен. Ол басында маған кірді. Сосын айтты, кәтші, сен мұнан көрмеуің керексің. Сондықтан бір шахтаға ма сондайға бар кел деді. Мен бардым, келсем, осы нәрсе тұр ғой, дегенсің ғой. Сосын маған бұл енді үлкен сюрприз болды. Так, ачуналар басылмайды. Жарайды, мынаушы. Бұл краситель. Красительдерді біз лақтырып тастаймыз. Бұлар маған керек емес. Розовый кішкене әдемі көрінеді екен сырттан қарағанда. Бірақ все же маған мұнда көп ұнағаны. Прям яркий, әдемі болған. Маған синий болды. Ал сіздерге қайсысы, оны комментарияға жаз кетіңіздер. Так, осындай екі бетон. Сосын мынандай розовый стекло. И және де
бүкіл нәрседе бізде знамя, сондықтан көрсетіп жатырмын. Және де мынандай бізде гүлдер. Мына да түсін өзгертіп жатыр ғой. Так. Сосын бізде краситель, мынандай теракт. А чё бізде розыда не жоқ, знамя? Досым, Нурик, мынау неге теракт жоқ мында? Ой, теракт деппін ғой, знамя. Ал достар, мына керек емес заттарды біз лақтырып тастаймыз. Все, болды. Ал енді мен бүгінгі біздің светтер әдемі шықты. Әрбір заттың өз шалкерде әдемі заттар жатты. Және де ана жерде керек емес заттар. Ал достар, бүгін сіздерге менің рубрикам ұнады деген ойдамын. Маған тіркеліп лайк басыңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын. Сәлем, сау болыңыздар.